Ассалаумағалейкум, қалайсыздар достар? Бұл видеода мен сіздерге daily bias, яғни күндік бағытты қалай дұрыс анықтаймыз, сол туралы айтып беретін боламын. Алдымен PDF файлдарды қарап шығайық, содан кейін графиктен нақты бірқатар мысалдарды талдайтын боламыз. Previous day high, яғни алдыңғы күннің максимумы PDH, previous day low, алдыңғы күннің минимумы PDL. Бізге не үшін керек? Жалпы ICT логикасы бойынша нарық әр күні алдыңғы күннің жоғары нүктесін, яғни максимумын PDH-ны, немесе алдыңғы күннің төменгі нүктесін PDL-ды, немесе мүлде екеуінде күнделікті шешіп алып отыруға тырысады. Неге? Өйткені жаңағы PDH мен PDL, яғни алдыңғы күннің максимумдары мен минимумдарында бізде стоп-лосстар жиналады, яғни ликвидностьтер көп болады. Сондықтан нарықтағы ірі ойыншылар сол ликвидностьтерді күнделікті шешіп тазартып отырады. Daily bias жалпы қалай анықталады? Егер нарық трендпен жоғары кетіп жатса, яғни восходящий тренд болса, баға жоғары жылжып жатқан болса, онда көп жағдайда баға previous day high, яғни алдыңғы күннің максимумын шешіп отырады күнделікті. Ал егер нарық нисходящий болса, яғни төмен кетіп жатқан қозғалысы болса, онда көбінесе баға previous day low, яғни алдыңғы күннің минимум шешуге тырысады. Яғни көбінесе алдыңғы күннің минимумы шешіліп отырады. Яғни нарық трендке байланысты алдыңғы күннің минимумы және алдыңғы күннің максимумдары шешіледі. Previous day high low, яғни алдыңғы күннің максимумдары мен минимумдары нарықта ликвидность болып қана қоймай, сонымен қатар баға разворот жасауы мүмкін аймақтар болып та саналады. Яғни мысалға, егер баға PDH-ны шешіп, бірақ сол алдыңғы шамның диапазонынан шығып бұзып жабыла алмаса, керісінше сол алдыңғы шамның ішкі диапазонынан шықпай сол жақта жабылатын болса, онда бізде реверсал, яғни разворот басталады. Яғни баға кері бағытқа кетеді. Ал егер баға PDL-ды шешіп, бірақ сол алдыңғы шамның диапазонынан шықпай, керісінше соның ішінде жабылатын болса, онда сол аймақта тағы разворот фазасына өтті дегенді білдіреді бағаның, яғни баға кері бағытқа қарай бұрылады деген сөз. Бұл да сатушылардың ликвидностьтерін шешіп, стоптарын жинап, бағаның ірі ойыншының кері бұрылып жатқанын көрсетеді. Бұл жерде бізде тренд восходящий екенін көруге болады, себебі бычий объемный свечаны көріп тұрмыз шамды. Енді біздің мақсатымыз бұл алдыңғы күннің максимумы. Жаңа біз айтқанымыздай, трендке қарап, бағаның қай жаққа қарай кету ықтималдығын біз трендке қарап анықтаймыз дедік. Бұл жерде бізде восходящий тренд, сондықтан келесі баға ашылып, өзінің алдындағы шамның, яғни PDH-ға алдыңғы күннің максимумына барады деп болжаймыз. Мінекей алдыңғы күннің шамына барды, яғни максимумын алды, бірақ өкінішке орай баға алдыңғы күннің шамының диапазонынан шыға алмай, соның ішкі жағында жабылып, разворотный свечаны қалыптастырған болатын. Енді бізде цель, мақсат зона ауысады. Оған дейін біз мақсат ретінде алдыңғы күннің максимумын алған болатынбыз. Бұл жағдайда біз алдыңғы күннің максимумын емес, алдыңғы күннің минимумын аламыз. Неге? Себебі бізде нарық разворот жасап жатыр. Мінекей баға алдыңғы күннің минимумдарына жетті, медвежий свечаны қалыптастырды. Және назар аударатын болсақ, бізде осы медвежий свеча өзінің алдындағы шамның, өзінің артындағы шамның минимумнан асып барып жабылған болатын. Мынандай қозғалысты көріп тұрған жоқпыз бұл жерде. Керісінше осы шамның минимумнан асып барып жабылды. Сондықтан біздің целіміз әлі ауыспайды. Яғни біз алдыңғы ойымызда қала береміз, яғни келесі мақсат ретінде, яғни алдыңғы күннің минимумын цель ретінде аламыз. Мінекей, баға алдыңғы күннің минимумын шешті, бірақ өкінішке орай оның диапазонынан шығып бұзып өте алмады. Сәйкесінше бізде баға жоғары кеткен болатын. Енді бізде осыған дейін төменгі жақ, яғни алдыңғы күннің минимумдарын цель ретінде алсақ, бұл жерде бізде енді мақсат өзгереді. Керісінше біз алдыңғы күннің
максимумын цель ретінде қарастыратын боламыз. Алдыңғы күннің максимумын шешті және ешқандай разворотный свечаны көріп отырған жоқпыз. Баға бұзып сыртында жабылған болатын және келесі шамда көп создырмай осы максимумға жетеді деп ойлаймын. Бұл мысалда баға алдыңғы күннің максимумын алды, яғни ПДХ-ны. Бірақ жоғары барып закреп жасаған жоқ, диапазонда жабылған болатын. Сондықтан келесі мақсат ретінде біз ПДЛ-ды, яғни алдыңғы күннің минимумын аламыз. Алдыңғы күннің минимумын алды баға, бірақ толығымен төмен кеткен жоқ. Керісінше разворот жасап, объемный бычий свечаны қалыптастырған болады. Бұл дегеніміз енді мақсат өзгереді. Алдыңғысы ПДЛ болса мақсатымыз, енді келесі мақсат бұл ПДХ болады, яғни алдыңғы күннің максимумы. Міне алды. Келесі мақсатымызда дәл солай ПДХ болады. Тағы да ПДХ. Бұл жерде баға ПДХ-ны алды, яғни алдыңғы күннің максимумын алды, бірақ закреп жасай алған жоқ. Керісінше разворот жасағанын көріп отырмыз. Сондықтан келесі цель ретінде ПДЛ-ды аламыз. Мінекей тағы да төмен барып жабылды. Сондықтан біздің мақсатымыз әлі өзгермейді. Тағы да ПДЛ-ды аламыз мақсат ретінде. Және мына жерде бізде осы шамның диапазонында жабылған болатын, сыртқа закреп жасай алған жоқ. Сондықтан келесі мақсатымыз ол ПДХ, яғни алдыңғы күннің максимумы. Мінекей алдыңғы күннің максимумын алды, бірақ төмен барып жабылған болатын. Сондықтан келесі мақсат ретінде біз ПДЛ-ды аламыз. Мінекей тағы да диапазоннан шығып жабылды. Сондықтан келесі мақсат тағы да ПДЛ. Мына жерде диапазоннан шығып жабылған жоқ келесі күннің шамы. Сондықтан бізде мақсат өзгереді, енді ПДХ. Мінекей ПДХ-ны алды, бірақ осы шамның диапазонында жабылған болатын. Сондықтан келесі цель ретінде ПДЛ-ды аламыз. Әзірге баға бізде консолидация фазасында, бірақ өкінішке қарай баға бізде ПДЛ-ды алған жоқ. Оған себеп бағаның импульстан откатқа көшіп жатқан, яғни откат фазасына көшіп жатқандықтан болуы мүмкін. Сондықтан ары қарай бізде цель өзгереді. Ол келесі күні біз ПДХ-ны мақсат ретінде, цель ретінде аламыз. Мінекей келесі цель тағы да бізде ПДХ. Мына жерде тағы да закреп жасады. Сондықтан қайтадан ПДХ-ны аламыз. Мінекей максимумды алды, бірақ диапазоннан шығып жабыла алған жоқ. Сондықтан келесі цель ретінде дәл осы минимумды аламыз, ПДЛ. Жақсы, бұл жерде алған жоқ. Келесі мақсатымыз ол ПДХ. Мінекей баға диапазоннан шығып жабыла алған жоқ. Сондықтан келесі мақсат соны ол ПДЛ. Мінекей ПДЛ алынды. Келесі мақсат тағы да ПДЛ. Келесі мақсат тағы да ПДЛ. Келесі тағы да ПДЛ. Келесі тағы да алдыңғы күннің минимумы. Енді күндік бағытты анықтау арқылы қалай кіші таймфреймде позицияға кіреміз, соны түсіндіріп өтейін. Біз қазір күндік таймфреймдеміз. Және бірінші баға бізде мына жерде разворот алған болатын. Оған себеп мына sell side, яғни сатушылар жағындағы ликвидностьті шешті. Және келесі мақсат ол осы жақтағы buy side ликвидностьтері, равный максимумдар. Сондықтан осы аймаққа дейін біз лонг позиция қарай аламыз. Сонымен қоса бізде тренд осы жерде өзгерді. Және сонымен қоса бағаға назар аударатын болсақ, баға мына жерден бастап алдыңғы күннің свечасының диапазонынан шығып жабылды. Бұл жерде де солай, алдыңғы күннің свечасынан. Сондықтан келесі мақсат ретінде бізде екі цель болады. Ол біріншісі алдыңғы күннің максимумы, екіншісі осы жақтағы buy side ликвидностьтері. Енді біз үлкен таймфреймнен нарратив контекст құрып алдық. Енді келесі мақсатымыз бұл кіші таймфреймге кіріп, сол жақтан точка входа іздеу. Қазір біз 15 минуттық таймфреймдеміз, және 15 минуттық таймфреймде бізде мынау алдыңғы күннің қозғалысы, және келесі біз сауда жасайтын күні баға
ашылды, кейін төменгі жақта консолидация жасап жүріп алған болатын. Және Лондонда бізде Лондон сессиясында баға разворот жасаған. Және біз Нью-Йорк сессиясын пайдаланып, осы ПТХ-ға дейін және мен точка входа ретінде дәл осы ордер блок зонасын алған болатынмын. Ең соңғы манипуляция болған аймақ және бірнеше медвежий свечадан баға асып бара алған болатын. Сондықтан мен лимитный ордерімді осы дәл осы жерде маркеттік бағамен кіріп және стопты соңғы манипуляциялық қозғалысқа қойып, таргетімді дәл осы ПТХ немесе 2 РР қылып осы жаққа асырып қойған болатынмын. Мінекей баға өте импульстік қозғалыспен Нью-Йорк сессиясында біздің лимитный ордерімізге жеткен болатын. Осымен видео аяқталды. Видеоға лайк басып және төменге өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше.